Адам ұйықтап бара жатып неге селт етеді? Ұйықтап бара жатып өздігінен селт етудің бірнеше себебі бар, бірақ бұл ең қызықтысы және ең қисындысы. Адам тез ұйқыға еніп, тыныс алуы баяулаған сәтте ағза адам өліп бара жатыр деп ойлайды да, сондықтан да қорғаныш механизмі іске қосылады. Ми рефлекторлық деңгейде аяқ-қолға жиырылып, адамды оят деген белгі береді. Ол ұйықтап кету мен өліп кету арасында айырманы көрмейді, сондықтан да ол өзін-өзі сақтау үшін барлық әрекетті жасайды. Сол себепті селт еткен соң біз оянып, бәрі дұрыс па деп тексеріп көреміз. Ал кейін көзіміз жеткен соң қайтадан ұйқыға кетеміз. Мұның алдын алу үшін ұйқыға барынша байсалды ену керек. Мысалы, ыстық ваннаға түсіңіз, немесе массаж жасатыңыз. Миға күш түсірудің қажеті жоқ. Әйтпесе ол сізді дереу оятатын болады. Біз тоңған кезде де қалтырайтынымыз да сондықтан. Ми біз жылынуымыз үшін механизмдерді іске қоса бастайды. Қалтырау солардың бірі. Бұл бұлшықеттердің жиі жиырылуы. Ал бұлшықеттер жұмыс істегенде жылу энергиясын бөледі.